Қарахан ауыр мұңмен кері қайтты. Бірақ жүрегіндегі махаббат оты сөнбеді. Сонда Айша тәуекелге бел буды. Түн жамылып, үлкендердің ақ батасын күтпестен, ол атқа қонып туған үйінен кетіп қалды. Оның соңынан тек адал күтушісі Бабаджа қатын ғана ілесті. Ол заманда үлкеннің сөзінен шығу бүкіл әлемге қарсы тұрумен теңеді. Ұстазы бос киіз үйді көргенде ашуға булығып, оның артына мынадай қарғыс айтты. Алты өзеннен аман өтерсін, жетіншісінен өте алмайсың. Күйеу жігітімнің бөрігін кек алыстан ғана көресің. Қарғыс па? Әлде қатыгез сәуегейлік пе? Айша күш жіберін аямастан алға ұмтылды. Күн артынан күн өтті. Өзен артынан өзен қалды. Алты өзен артта қалды. Алда жетінші Асау өзені көрінді. Олар осы жерге аялдады. Ұзақ әрі қауіпті жолдан шаршаған қыз өзенге шомылып алуды ұйғарды. Ол ұстазының сақшылары соңдарынан жетіп, оның сәукелесіне кішкентай дала жыланын жасырын салып біткенін білмеді.